Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбын анықтау үшін мына ребусты шешіп көріңдер. Өте жақсы. Сонымен сабақтың тақырыбы білімді мыңды жығар. Сабақтың мақсаты: мәтін тақырыбы тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау. Болжалдық сан есімдерді жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Бағалау критерийі: тірек сөздерді құрастыру, сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыптың негізгі идеясын түсінеді. Болжалды сан есімдерді жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолданады. Жаңа сөздермен танысайық. Мұқият тыңдаңдар. Білімді жастар. Сенетін заман. Адамдық шыңы. Сарқылмайтын. Бәсеке. Бәсекеге қабілетті. Жаңа сөздерді қайталап оқып шығыңдар. Ал енді елбасының білімге қатысты пікірлерін мұқият оқыңдар, мағынасын түсініп алыңдар. Болашақ білімді жастар қолында. Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман. Тек кітап қана алға жылжуды, адамдық шыңына шығуды үйретеді. Қандай байлық болмасын, оның түбі бір сарқылатыны анық. Сарқылмайтын, терең бойлаған сайын керісінше еселеп арта беретін бір байлық бар. Ол білім. 21 ғасыр ғылым мен ақыл-ой бәсекесінің ғасыры. Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына енуі үшін білімді де зерделі, жан-жақты дамыған дарынды ұрпақ керек. Бірінші тапсырма. Оқыған пікірлерге сүйеніп, сұрақтарға жауап жазыңдар. Бірінші сұрақ. Сарқылмайтын байлық. Екінші сұрақ. Болашақ кімдердің қолында? Үшінші сұрақ. Бәсекеге қабілетті ел болу үшін қандай ұрпақ керек? Төртінші сұрақ. 21 ғасыр ненің ғасыры? Тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма. Білім туралы айтылған пікірлерді алға қойып, берілген сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп жазыңдар. Енді балалар, мына кесте арқылы болжалдық сан есіммен танысамыз. Болжалдық сан есім заттың санын дәл білдірмейді, шамамен болжамдап көрсетеді. Болжалдық сан есім қанша, неше, қай шамалы деген сұрақтарға жауап береді.
Болжалдық сан есімнің жасалу жолдары. Бірінші. Дай, дей, тай, тей, лаған, леген, даған, деген, таған, теген, лап, леп, дап, деп, тап, теп, ер жұрнақтары жалғануы арқылы жасалады. Екінші. Есептік сан есімдердің қосарлануы арқылы жасалады. Үшінші. Есептік сан есімдерге шақты, шамалы, жуық, таман, тарта, таяу, астам сөздерінің тіркесуі арқылы жасалады. Үшінші тапсырма. Енді осы кестеге сүйене отырып, сан есімдерді болжалдық сан есімге айналдырып сөйлемдер құраңдар. Ол үшін мына сөз тіркестері берілген. 30 ел, 2 білімпаз кісі, 15.000 кітап, 1 миллион турист, 6 түлек. Өте жақсы балалар, тапсырмаларды жақсы орындап шықтыңдар. Балалар, SMS әдісі арқылы сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін мұғалімдеріңе SMS жазыңдар. SMS-те мына сұрақтарға жауап жазыңдар. Бүгінгі сабақта не ұнады? Бүгінгі сабақта не ұнамады? Бүгінгі сабақ бойынша ұсыныс білдіріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.